сенен тыңда. Қазір сен мені өшірме. Потому что сен тыңда, сен өзіне жақсы бетіне шындықты айтқанды сен қазір шығарып тастайсың. Иә, айта бер. Сондықтан шындықты да кішкене көтере білген дұрыс. Хорошо? Кестік, давай дискуссия жасайық екеуміз. Так, былай енді. Сен қазір айтып жатсың ғой, мен машина алып бердім, фундамент салдым деп. Зачем саған Қазақстанда, сен өзің Европада жүрсең, Қазақстанда саған фундаменттің керегі не салудың? Себебі ол менің жерім, менің елім, мен бала шағам сол жақта өмір сүріп. Сен жерім, елім дейтін болсаң, сен осы жерде жүретін едің. Осы Қазақстанда налогыңды төлейтін. Я, мен бұл жерде жүріп Назарбаевпен Тоқаевтың жүйесін байытқым келмейді. Потому что сен білесің бе? Себебі олар қайырымы жоқ, қайырсыздарды қызмет еткенмендері өз еркіммен байығаным дұрыс, шетелдің ақшасын алып барып мен Қазақстанның көтеріп жатырмын. Ты понял, Беркут? Подожди, слушай, потому что сен Қазақстанда ойындағы нәрсенді, мысалы, істей алмай, жолың болмай, обиженный болып кеткен адамсың. Ойындағын істей алмайсың, себебі жан-жағының бәрі оған сенің басың жеткен жоқ сенің. 200-ді проститутка, еркектің проституткалары бар 200-ді. Сабыр, қателесесің. Тыңдай білдеді ғой мен басында. Тыңдай кішкене. Не айтатынын тыңдай. Неғылмашы, араласпашы, қой отыршы, екеуміз дискуссия жасап жатыр. Бауырым, мен саған поддержка беріп отырмын, просто қауаттаспай кетесің. Отыршы, жағымпаздамай. Хорошо, давай, дискуссия жасап. Аузына ағит кіріп көйт шығып отыр ғой. Өзім білем ғой, мен аузым. Сен қара, сен Европада жүрсің да, сен қазақтарды, қазір сен бар ғой, сен істей алмаған нәрсені сен біреулер арқылы істеткің келіп отыр ше, у тебя этого не получится, хоть 100 раз. Уже получилось. Нет, не получилось. Сендер оны доказать етіп тұрсыңдар. Егер не получилось, егер менің не получилось болса, Беркут, егер менің ойым, менің айғайлап жүрген дүнием мен іске аспайтын болса, сендер менің көтімне түсіп күреспес едіңдер, Тоқаевтың шәріптері. Осы қыздың айғайы халықты оятып қоятын болды деп. Сен обиженный әйелсің өткені, обиженный әйелсің. Обиженныймын, себебі өкпелімін қазақтың жігіттеріне, езіп кеткен еркектеріне 200-ді. Проститутка болып жүрген еркектеріне өкпелімін. Себебі бір қазақтың қызын, бір қазақтың ұлын қорғай алмай отырсыңдар. Не только жерін, не только байлығын, қойныңдағы өсіріп атқан ұл-қыздарының болашағын қорғай алмай отырсыңдар. Түсініңдер ме? Әрине обиженныймыз. Біз туған балалар көшедегі педофилден зорланады. Қазақтың әрбір қызы зорланып жатыр педофилдерден. Зорланып жатқан жоқ. Ешқандай өйтіп қоспа. Ондай нәрсені айтпа. Неге айтпайды екем? Айтам. Біздің қоғамымызда сен өткен өтірік айтып отырсың. зорланып жатыр. Беркут, тоқта. Сен Европада. Мен аш қалғаным үшін айқайлап жүрген жоқпын. Мен аш тоқта сен. Сен мен Европада жүргенімді әңгіме қылмай ақ қой. Мен аш қалғаным үшін мен қазақ елінде бір ананың қызы зорланып, бір ананың баласы қандығыл қылмыскердің қолынан өлгеннен кейін сен одан да мен үйімді келіп жинап ақшаңды алсайшы, сен Европадағы біреудің үйін жинап ақшаңды. Мәңгілікке кетіп қалған ештеңесі жоқ. Маған мәңгілікке кетіп қалған ештеңесі жоқ. Сен сөйтіп ақша тауып жатсың ба сен бәрі? Беркут, сен маған күніне 100 мың теңге төлей аласың ба? Төлеймін, келші сен. Төлеймін саған. Мен депутатпен сен 100 мың алмапсың да, Европада 100 мың саған төлемейді. Төлеп отыр. Төлемейді да саған, сен үйтіп өтірік айтпа, білеміз. Мен Европада да болғам мен. Мен болғам, Италияда да болғам, мен білем. Италия ол айлығы аз мемлекет болсаң тура Қазақстандағы мемлекет. Мұны көрдің бе? Сен анал елді андай дейсің, Европаның бәрі бірдей экономикасы. Айналайын, 1,5 миллион, оны депутаттар алып отыр. Жоқ. 1,5 миллион сен анаяқта жүріп, не қалай тауып жүргенді мен прекрасно білем ғой. Әр жерде біреудің ыдысын жуып, 2-3 жұмыс тауып, бізде бір-ақ жұмыспен табасың. Зато мен сендер құсап ше, біреудің көтіне кіріп тауып атқан жоқпын. Жоқ. Сен олай өзіне не қылма. Беркут таза еңбекпен тауып отыр ғой, Айткүл тауып отырса. Күнімен, түнімен эфирде отыр ғой, бұл саған осында алайды. Сен қаяқтан сен не қыласың? Беркут, мықты болсаң, Қазақстанда жүріп, ана көше сыпырып жүрген кісілер бар ғой,
35 мың 67 мың айлық алатын. Сен тыңда енді. Ол Европада да көше сыпырып жүргендер бар. Айлығына бөліп берші, мен алмай ақ қойдым сені. Европада да көше сыпырып, сен де көше сыпырып жүрсің ғой почти. Мен 1,5 миллион тауып жатыр, маған сағатына 10 мың теңге. Сен 1,5 миллион саған бермейді да. Ол жақта мигранттарсың дейді ona. Жарай, тоқтай тұрсыңдар. Беркут, мен сияқты мигранттар істейді Европада. Сен өзінің Қазақстан Республикасының азаматы, жер асты байлығынан әрбір қазақтың үлесі бар қазағыңа 35 мың айлық беріп отырсың. Сен өзің қазағыңа бер. Конституциядағы 6-шы байлығымен егесі қазақтың өзіне сендер көше сыпырып жүрген қазақтың өзіне, сол мемлекеттің азаматының өзіне сен 35 мың 67 мың айлық беріп отырсың. Сөз берсе енді мен жауап берейін. Қайсы 35-67 мың алып жүрген? Көп Қазақстанда алып жатқан. Ешкім алып жүрген жоқ. Ол жақта 120 мың теңгеден төмен ақша жоқ. Оттама. Жазыңдаршы. Оттама енді сен көрдің ба, сен шындықты көтере алмай жатсың сен. Сенің өзі, кеше өзі жазды ғой, әлеуметтік қызметкерлердің айлығы 118 мың теңге. Беркут, жаңалықтан жазды. Сен тыңда, енді қара. Сен қосып отсың. Сен, это знаешь, сен осы бізде отқан, Қазақстан тыныш отқан, қазір ғана молодежь, барлығын сен қарсы қойып отсың да. Қарсы қоямын. Сен солар арқылы келгенді алып отсың. Ол менің миссиям. Бүкіл жастардың, сендер секілді 200-ді сайқалдардың қалтасын байытқаннан көрі бүкіл жастардың құқығын қорғап тұрғанын мен істеймін, оны жасаймын. Әр қазақ өзінің құқығын білу керек. Конституциядағы өз құқығын біле тұрып, сендердің беттеріңе тіке қарап отырып, өзінің жер асты байлығының егесі екенін дәлелдеп, сендердің 200-ділер ауыздарыңнан, қолдарыңнан тартып алу керек. Әр қазақ түсініңдер ма? Әр қазаққа Конституциядағы жер асты байлықтың иесісіңдер. Мынандай жексұрымдардан талап етіп тартып алыңдар. Түсініңдер ма? Айткүл, бірдеңе айтайыншы саған, бір сұрақ. Тартып алған күні майдалан. Бір сұрақ берейінші саған, Айткүл. Өздері байыса болды, көршіңнің қазақтың сөзі бар, көршің аш жатса, тойып тамақ жеме деген. Қазақтықтарыңды ұмытып кеткесіңдер, ата-аналарыңның, ата-бабаларыңның айтып келген осы уақытқа шейінгі тәлім тәрбиесін ұмытып кеткен мына Беркут дегендер. Бізде жағдай жақсы болса, Бесігімен Алматыда. Осы сен Беркут, маңырама. Жағдай жақсы болса, неге қазақтың анасы Бесігімен көшеде қазақтың жағдайының бәрі жақсы. Сен сияқтылар өстіп жаңағы обижені ғой. Айткүл дейм. Обижені емес. Сендер жаңалықтан шықты, сендер жаңа жылдан соққырсыңдар ма? Айтыңшы отыршы. Соққырсыңдар ма не сонда? Бүкіл соцсетиде пәленбай миллион просмотр жинады. Қазақтың анасы Бесігіменен көшеде, базарда базар сыпырушы, тазалықшы жұмысын жасап отыр. Жасап жүр. Бесігі сонда бір қолымен бесігін тербетіп, бір қолымен базардың мұсырын жинап отыр. Сол ма жағдайларың жақсы екені?